Сәлем баршаңызға. Қысқа жабуға арналған өте дәмді қызанақтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен әдеттегідей суымызды қайнатып аламыз. Одан соң банкамыз бен крышкамызды ыстық будағы суға қайнатамыз. Енді хрен жапырағы мен укропты алдын ала жуып және де ыстық суға малып қоямыз. Буланған банкаларымызға хрен жапырағын және де укропты салып, үстіне бір болгар бұрышын 4 бөлікке бөлеміз де, оны жан-жағына салып банкамыздың үстіне қызанағымызды салып, толтырып банкамызға және де бір ащы бұрышты саламыз да, ыстық қайнап тұрған жаңағы суымызды алып, банкамызға құйып, шамамен 15 минуттай қоямыз. Менде ол жері видеоға түспей қалған. Содан соң суымыз суығаннан кейін қайтадан құйып аламыз суымызды кастрөлге. Енді үстіне 2 ас қасық секер және де 1 ас қасық тұзды салып, суымызды тағы да қайнатамыз. Оған дейін суымыз қайнағанша біз чеснок, сарымсақты саламыз. Одан соң лавр жапырағы, қалампыр, үлкен қара бұрышымыздан саламыз. Одан соң әрбір банкіге 1 аспириннен салып шығамыз. Содан соң қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз үстіне. Енді 1 шай қасық толтырып 70% уксусты құйып, банкамыздың қақпағын жауып тастаймыз. Банкамыз жапқаннан кейін төңкеріп қойып, 2-3 күнге қоямыз, жылы етіп орап. Осымен банкамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, каналымды бірге дамытайық.